бір уыс мақта. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамылып отыр екен, шешесі қасына отырып ақыл айтты. Балам, дүниедегі жаратылған жанды жансыздардың ешқайсының да керексіз болып жерде қалатыны болмайды деп. Сол сөзді айтып отырғанда қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаның қиқымын терезеден лақтырып далаға тастады. Әже, осы қиқымның еш нәрсеге керегі бола қоймас деп. Шешесі, балам, сол да жерде қалмайды деді. Осылайша сөйлесіп терезеден қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Мұны бір торғай көріп, қуып барып мақтаны тұмсығына тістеп қана алып ұшып кетті. Қыз әжесінен, манағы мақтаның қиқымын бір торғай алып кетті, оны не қылады деп сұрады. Әжесі айтты, көрдің бе балам, күн айналмай манаға айтқан сөздің келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді деді.